Сәлем достар, бүгін сіздермен бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын бельгийский вафли рецептісімен бөлісетін боламын. Толық рецепті описаниеден ала аласыздар. Бірінші 2 жұмыртқаға 100 грамм қант қосып жақсылап араластырамыз. 100 грамм ерітілген сары май және 150 грамм сүт қосып араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышты қосып, шетінен қосып отырып қамыр жасаймыз. Қамырымыз осына сұйық болып шығу керек. Енді қамырымыз жабыспасы үшін вафельницамызды майлап аламыз. 1-2 қасық қамырдан салып, бетін жауып, шамамен 5-7 минуттай пісіреміз. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, сіздің вафлиларыңыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Егер де видео ұнаса, каналға лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.